Сіздермен бірге дұрыс тарих арнасы. Бүгін мен тыныш жатқан қазақ еліне бірінші тиісіп, ауыр зардап шеккен мемлекеттер жайында айтатын боламын. Егер сіздер үйде отырып жұмыс істеу арқылы ютубтан айына 1 миллионға дейін табыс тапқыларыңыз келсе, мен төменде қалдырған инстаграм парақшама жазып толық ақпарат біле аласыздар. Египет. Рим тарихшылары Павел Ароси мен Помпей Трок сақтар мен Египеттің арасында болған соғыс жайында айтқан болатын. Біздің заманымыздан бұрын 1234 жылы Мысыр патшасы сақтарға бірінші болып соғыс ашты және бейбіт келісімге отырудың шарттарын айту үшін елшілерін жіберді. Сақтар қалайша осынша бай мемлекеттің патшасы кедей болған біздерге жорыққа шықты. Егер біз жеңілсек, тек жерімізден ғана айырыламыз. Сендер жеңілсеңдер, жерлеріңмен қоса байлықтарынан да айырыласыңдар. Олар бізді күтпей қойсын, біз жемтігімізге өзіміз барамыз деп жауап берді. Сақтар көп созбай іске кірісіп жорыққа шықты. Шайқас тез басталып кеткендіктен Египет патшасы сасқалақтап соғыс даласын тастап қашты. Сақтар Египет әскерін күйретіп, бүкіл әскери жабдықтарын тартып алды. Олар бүкіл Египет елінің астан-кестеңін шығармақшы болды, бірақ Египетке алып баратын жолдағы батпақтардан өте алмады. Сақтар кері шегініп, бүкіл Азияны тоқтаусыз жауып салық төлеттіріп қойды. Солайша сақтарды бағындырамын деп ойлаған Мысыр сақтарға бірінші соқтығысып, ежелгі қазақтардан ауыр жеңіліске ұшырап, Азиядағы иеліктерінен айырылып қалды. Парсылар. Сақтар көптеген мәрте таяу шығыс елдеріне басып кіріп, ол жақтағы халықтарды жаппай тонап, далаға тиеп алып кетіп отырды. Сондай-ақ сақтарда алтынның көп болғаны сонша, олар тіпті киімдер мен белдіктерінде, қарулар мен тарақтарына дейін алтын қоса бастады. Сақ жеріндегі орасан зор алтын мен жылқылар парсы патшаларын қызықтыратын. Сондықтан парсылардың күші тасыған Ахеменид империясы тұсында олар қалың әскермен Сақ жеріне жорыққа шықты. Ахеменид империясынан ең бірінші болып Кир патша біздің заманымыздан бұрын 530 жылы 200 мың әскермен басып кірді. Шешуші соғыста сақтар ашық соғысқа шығып, Кирдің басын алып, парсы әскерін тегіс қырып салды. Тіпті еліне жеңілгендігін хабар беруші шабармандарды да қалдырмады. Біздің заманымыздан бұрын 519 жылы Дарий бастаған 700 мың парсы әскері Сақ жеріне басып кірді. Томирис қайтыс болған соң сақтар арасында бірлік бұзылып, 3 патша шығып елдің берекесі кетті. Ал парсы еліне Дарий деген адам билікке келіп, ол да Кир сияқты дарынды қолбасшы болумен көзге түсті. Дарий өзіне сенімді болып, Кир 200 мың әскермен барса, мен 700 мың әскер жинап сақтарды бағындырам деп жорыққа аттанды. Бұл жолы сақ тайпалары арасында алауыздық болып, ортақ шешімге келе алмағандықтан парсылармен ашық соғысқа шығу қауіпті болатын. Сонда сақтардың арасында Шырақ деген бір адам шығып, Дарийге барып, оны және әскерлерін сақтардың тура ортасына шығарам деп алдап, шөл далаға адастырып жіберді. Ақыры әбден адасып, шөлдеп қажыған парсылардың тең жартысы соғыссыз-ақ қырылып қалды. Қалған бөлігіне сақтар парсылар ұйықтап жатқанда немесе тамақтанар кезде тарпа бас салып салақтарымен атқылап, артынша дереу қашып кетіп отырды. Оларды парсылар қуа қалса, сақтар әрқайсысы бөлініп, әр тарапқа қаша жөнелді. Осындай қырғындардан жалыққан Дарий амалсыз аттың басын бұрып, тез арада Сақ жерін тастап кетуге мәжбүр болды. Парсылар Сақ жеріне келіп 2 рет қырылып кетуі олардың әскери мүмкіндігіне орасан зор зиян алып келді. Біздің заманымыздан бұрын 530 бен 519 жылдар жасалған 2 жорық нәтижесінде парсылар шамамен 550 мың әскерінен айырылды. Сақтармен соғыста парсылардың ең үздік әскерлері ажал құшты. Гректермен соғыс. Біздің заманымыздан бұрын 4 ғасырдың 30 жылдары Александр Македонский бастаған грек әскері қазақ даласына келіп жетті. Оның алдында гректер қысқа уақыт ішінде парсылардың Ахеменид империясы мен қазіргі Өзбекстан аумағындағы отырықшы соғдыларды басып алды. Бірақ қазақ даласына кіруіне сақтар кедергі келтірді. Біздің заманымыздан бұрын 330 жылы грек қолбасшысы Запарион бастаған әскермен болған соғыста сақтар гректердің 30 мың әскерін қырып салды. Сақтармен болған соғыста гректер жеңіліп, Александрдың өзі ауыр жарақат алып, олардың ең ірі әскери гарнизондарының бірі жойылып кетті. Гректердің қазақ жеріне қарай өтуге әрекет жасауы толықтай сәтсіздікпен аяқталды. Сақтармен соғыс гректерге үлкен адам шығынымен қатар Александрдың мысын басып, одан да күшті халықтар бар екендігін көрсетті. Түркілік таң әулеті басқарған қытайлармен соғыс. 751 жылы шамамен 100 мың Қытай әскері қазақ даласына басып кірді.
Бұл соғыста Мәуереннахрдағы иеліктерін қорғау үшін арабтар әскер шығарып қатысты. Түркілер Қытайлар арабтардан да жаман деп арабтар жағын таңдады. Соғыстың 5-ші күні көмекке келіп Қытайларға шешуші соққы берді. Біріккен араб-түркі әскері Қытайлардың әскерінің тең жартысын қырып салды. Қазақ даласына келген Қытайлар ауыр шығындармен шегінуге мәжбүр болды. Бұл соғыстан соң арабтардың беделі артып, қазақтар ислам дінін қабылдай бастады. Арабтар мен түркілердің соққысынан Таң империясы үлкен әскери шығын көрді. Қытайлар жеңілген соң, түркілерден жасақталған жалдамалы әскерлердің басшысы Раушан хан Таң патшасына: "Көрдіңіз бе? Біздің мемлекет басында біліксіз қолбасшылар тұр. Оларды ауыстырып, әскерге өзгеріс енгізу керек" деп ұсыныс білдірді. Таң патшасы келісіп, Қытайлардан болған 36 жоғарғы шенді әскери шенеуніктер орнынан алынып тасталып, орнына Раушан ханға сенімді түркілер отырды. Әскери тарапта өз адамдарын отырғызған Раушан хан 755 жылы бүлік шығарды. Бүліктің сұмдық болғаны сонша 36 миллион адам ажал құшты. Қазіргі таңда Раушан ханның бүлігі бізге мәлім адамзат тарихындағы ең жойқын бүлік деп саналады. Яғни, Қазақстан аумағына көз тіккен Таң империясы соғыста жеңіліп, әскерінің біраз бөлігінен айырылды. Бұны көрген түркілерден болған Раушан хан Қытай ішінде бүлік шығарып, Қытай ханын судай ағызды. Қытай әскері түркілер мен арабтармен соғыста қырылып қалған соң, олар Раушан ханға қарсылық көрсете алмады. Ақыр соңында ұйғырлардың көмек көрсетумен ғана бүлік басылып, Таң патшасы әрең дегенде тағын қайтарды. Қазақ-жоңғар соғыстары. 18 ғасырдың басында Қазақ хандығының 300-ге бөлініп алауыздық орын алған жағдайын пайдаланып, шығыстан жоңғарлар басып кірді. 1723 жылы болған Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама жылдары көп қазақ қырылып жапа шекті. Ақыр соңында бірікпесе тегіс қырылатындығын түсінген қазақтар барша алауыздықты артқа тастап, ортақ қол жинап жоңғарларға қарсы шықты. Нәтижесінде біріккен қазақ әскері Қалмақ қырылған, Аңырақай тәрізді ірі шайқастарда жоңғарлардың негізгі әскерін қырып салды. Одан кейін де шайқастар орын алып, ақыры жоңғарлар үлкен шығынға ұшырады. Қалдан Сереннің өлімінен соң мүлдем тоқырауға ұшырап кетті. Осы сәтті пайдаланған манжурлердің Цин империясы басып кірді. Қазақтармен соғыста әлсіреген жоңғарлар айтарлықтай қарсылық көрсете алмай, жер бетінен ұлт ретінде жойылып кетті. Қалмақ хандығы. Шаңды жорық. Жоңғарлар шығыстан қауіп төндірсе, қалмақтар батыстан қауіп төндіріп, қазақтарға зиян келтіріп отырды. Бірақ талантты қолбасшы Әбілқайыр хан қалмақтардың қазақтармен одақтасқан шабуылын сәтті тойтыра білді. Шығыста жоңғар хандығы құлап, қалмақтарға орыстардың қысымы артқанда, қалмақтар ата жұртқа көшіп баруды ойлады. Сол мақсатта 1771 жылы 180 мың қалмақ қазақ жері арқылы Жоңғарияға бағыт алды. Ұзақ жылдар бойы қалмақ жоңғарлардан жапа шеккен қазақтар қалмаққа ешқандай аяушылық болмайды деп шешім шығарды. Бірнеше шайқастарда қазақтар толықтай жеңіске жетті. Ақыр соңында 180 мың қалмақтың тек 10-15 мыңы тірі қалды. Оның біраз бөлігі қазақтарға құлдыққа түсе, қалғаны қырғыздарға, манжурлерге қарай әрең қашып үлгерді. Нәтижесінде Қалмақ хандығының шаруасы бітті. Қорытындылап айтқанда, өзге халықтар ондаған мәрте шетелдіктер тарапынан жауланып, ғасырлар бойы бодандықтың қамын кешсе, біз білетін тарихта қазақ жерін толықтай орыстардан басқа ешбір өзге ұлт өкілдері жаулай алмады. Қандай басқыншылар мен әйгілі қолбасшылар болса да, қазақ жерінде жеңіліске ұшырап, көшпенділерді бағындыра алмады. Ресей ғана заманауи қаруларды қолданып, қазақтарға барлық көршілерін айдап салып, парахор басшыларды сатып алып жатып, 150 жылға таяу уақыт ішінде әрең бағындырды.